30 жасқа дейін мыналарды істемеу керек екенін түсінуіңіз қажет. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздер Бекатөлі YouTube арнасындасыздар. Ендеше уақыт жоғалтпайық, бастайық. Бірінші, ойыңызбен бөлісу. Жақындарыңызбен, достарыңызбен, туыстарыңызбен қанша жақын болсаңыз да, ойыңыздағының бәрімен бөлісе бермеңіз. Ешкім сіз жайлы барлығын білмеу қажет. Екінші, тұрақты жұмысқа сену. Тұрақты жұмысыңыз жалғыз табыс көзі болмау қажет. Кемінде 3 түрлі табыс көзін табуға тырысыңыз. Үшінші, денсаулыққа немқұрайлы қарау. Ең қымбат байлық денсаулық деп босқа айтылмайды. Дұрыс тамақтаныңыз, жеткілікті ұйықтаңыз. Кемінде аптасына бірнеше рет жаттығу жасаңыз. Сізге бір ғана дене берілген, соны бағалаңыз. Төртінші, достарыңыздың артынан еру. Достарыңыздың істейтін жаман қылықтарын барлығын қайталау міндет емес. Шылым, арақ, құмар ойынға ермеңіз. Бесінші, ата-ананы кінәлау. Барлығына ата-ананы кінәлау қате. Егер деніңіз сау, ақыл-есіңіз түзу болса, өміріңіздегі болып жатқан нәрселердің барлығына тек сіз ғана жауап бересіз. Алтыншы, ыңғайлы уақытты күту. Әрекет етуді қазірден бастаңыз, әйтпесе армандарыңыз арман болып қала береді. Жетінші, сынды, яғни критиканы жүрекке жақын қабылдау. Барлығының ойы, сыны сізді мазалай бермеу қажет. Сіздің тынышыңыз барлығынан қымбат. Сегізінші, өз-өзіңізді алдау. Өзіңізді алдамаңыз. Шындық ашылғанда кеш болады. Тоғызыншы, біреуге тәуелді болу. Біреу мәселелеріңді шешіп береді деп күтпеңіз. Өз қиындықтарыңызды өзіңіз шешіп үйреніңіз. Оныншы, біреудің көңілінен шығу. Біреудің көңілінен шығуға тырыссаңыз, тек сол біреудің көңілі толық болады. Ойыңызда өз жағдайыңыз ғана болсын. Яғни әркімнің айтқан пікіріне еріп, әркімнің көңіліне қарап сөйлеу, әрекет жасау өте орынсыз. Сонымен достар, бұл видео өз мәресіне жетті. Егер видеода айтылған ақпарат пайдалы болса, лайк басып, астыға комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жаза кетсеңіз болады. Бекатөлі YouTube арнасына тіркеліңіздер. Бұл видеоны поделиться кнопкасы арқылы барлық WhatsApp чаттарға таратыңыздар. Сол арқылы сіз менің YouTube арнамның дамуына бірден-бір себепкер боласыздар. Менің басқа да видеоларымды көріңіздер. Көп рахмет.